Tamamımız pişti. 45 minutтай өтті. Тамағымыз пісті. Қыздар үйдің маңында балық дүкені бар, содан мынадай балық алдым. Бұл хребет семги дейді. Хребет семги. Картошка. Картошканы қабығын аршыған жоқпын. Жақсылап жудым. Шұқалап турадым. Өйткені менде газ духовка. Оттек астынан ғана беріледі, сондықтан піспей қалуы мүмкін. Аударып отыру керек және. Духовкада пісірем, осыған шамалы ғана май қосам. Шамалы ғана жетеді. Және керемет мынандай приправа бар для картофеля. Осыны қоссаң жетіп жатыр. Тұз да қажет емес, зелень да қажет емес. Ішінде бұрыш та бар, чеснок бәрі бар. Осыны араластырамын. Күшті, приправа күшті. И вот картошканың үстіне мынандай жаңағы балықты салдым. Шамалы тұз қостым жаңа бетіңіз. Балыққа тұз аз ғана қосамыз. Соевый соус. Аз ғана. Соуста да тұз болады, сондықтан тұзды шамалы ғана қосқан жөн. Неге әр жеріне қосайық. Вот вам и как там. Такая вот. Такая красота у нас получилась. Картошечка. И вот рыба. Картопымыз, балық. Қылтан оңай алынады, қараңыздаршы. Біраз ет. Вкуснятина. Өте дәмді.